айтқанда. Өзім топ. И датасын несін қойсақ түсіндіріп жіберіп. Болды. Кеш па. Мен неге 30 место за неделю деген не ол? Ойбай. Основной рейтинг. Сабақ жіберіп алыпсыз ғой, Нұрлан аға. Негізі жаңадан кіргендер не болады, восходящий болады да, а бірақ актив жаңағыдай мықты болса сразу основной рейтингқа лақтырып жібереді ғой. Бүгін бірінші күн ғой ненің рейтингтің, каждый апта сайын, бүгін понедельник басталып кетті ғой, и рейтинг обновление болады да солай. 30-дан ғой қазір, Қазір 30-дасыз, дұрыс. Қай қаладасың? Мен қазір Алматыда сол, сценарий жазып жатырық бәріміз. Дұрыс. Іске сәт жақсы болсын, халықтың көңіліне шықсын. Амин, рахмет. Негізі сізден де сұрайтын бір-екі кеңес бар еді сізге, қалай хабарласамыз? Хотя бы TikTok'та хабарлассақ бола ма? Деп өтіріктен қатып қалсам да? Деп. Түсіндім. Ауыр ма? Жоқ, хабарласайық. Бұрын сампоға прикол істедім, қазір сіз маған ұсталысыз ғой. Үстінен басып тіркелетін бар еді ғой, бірақ сіз не да андай? Бір күннен кейін отписка жасап кетеді екенсіз. Болғанда мен жалпы андай оны қайтадан айтпай-ақ қойып, бәрі бір-бірімен ұрсап жатқаннан кейін қой. Біз сол теманы сіз кеткеннен кейін көтеріп, ұят болып қалды. Негізі сіздің алдыңызда барлық стримерлардың атынан сізден кешірім сұраймыз. Негізі түсініспеушілік болып қалды. Біз қазір наоборот басқа сферадан, мысалы TikTok әлеміне келген адамдар бар ғой, өнер адамдары бар, журналисттер келіп жатыр. Біз наоборот оларға әдемілеп андай қонақжайлылық көрсетіп жатыр ғой TikTok-тың атынан. Поэтому қазір барлығы тыныш, барлығы күшті болып жатыр қазір. Ондай не жоқ. Бәрі әдем болу керек, өйткені кішкентай балалар TikTok-та. Сол. Наоборот, сол ситуация болғаны дұрыс болды да негізі ше, потому что содан кейін бәріміз өзіміз сабақ алып ойланып қалдық та, шамалы ұят болып қалды деген сияқты. Өзіміз де сөйлесеміз ғой. Жоқ, рахмет. Ешқандай реніш жоқ, просто ондай болып тұрады ғой. Просто мен анау араларында тұрмайын, ешқандай қырылыс болмасын. Ондай ештеңе жоқ. Наоборот, бәрі айтады, қашан кіреді, мынадай қызық еді, осындай еді, андай еді, мындай еді. Кетіп алайын, кірем. Аэропорттамын. Жолыңыз болсын. Менікі көбісі Нұрлан Қоянбаевтың ұстазы деп танып кетті ғой. Сен рас көмектестің ғой ма? Алла разы болсын. Анаған үйретті. Сен Нұрлан Қоянбаевқа үйреткен бала емессің ба деп таниды көбісі. Сіз Қазақстанға қайтып келе жатсыз ба? Дұрыс жауап бермесем, кешім мына жерде неге кіріп баратын мен? Айтпақшы. Сейчас, one sec. Самолетқа кіргізіп жатыр да. Онда мен көрермендермен қоштасып олайын. Мен самолетқа мініп барадым. Мына жерден өткеннен кейін Wi-Fi өшіп қалады. Sorry. Қатып қалды уже.